Ассалаумағалейкум достар, мен сіздерге алман құрамын айтып беретін боламын. Пайдасын: алман құрамында С, B1, B2, P және Е дәрумендермен марганец, калий, кальций, фосфор, натрий, молибден, мырыш, барик, микроэлементтер бар. Алмада темір қан айналымының жүйесінің өте қажет. Сондай-ақ ода жас ұнтақтың өте көп бөлігі бар. Алма бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмыстарын жақсартады. Бет терісінің түсін жақсартып, жас әрінің төкімді етіп көрсетеді. Холестерин мөлшерін азайтып, іш қуатын алдын алады. Диармен емде иммундық жүйені нығайтады. Және де мана тізімді көріп ешқандай нашақырын байқамағаныңыздар айтарсыз. Асықпаңыз, диетологтар алманың құрамындағы жыныс ұнтақтың көп болуы колит, тоғышықтық, тоқ ісіктің тауларып қобанып аурудың пайда болуына әкеліп соқтыру және де асқазан ішек жолдар жұмысының зиян тигізуі әбден мүмкін екендігін айтады. Екінші, құрамындағы жеміс қышқылының шамадан тыс көптен асқазан жараны ұлғайтып жіберу қаупі бар. Үшіншіден, алманың қышқылы тістің эмалын қатты әсер етеді, яғни оны жұқартып тісті сезімтал етіп шығарады. Алма жапырағын демделген шайдан көп ішпеңіз абзал. Мұны қант диабеті ауруына шалдыққандар дәлелдеген. Ал салауыңызды